Қайырлы таң, бізде әлі где-то уақыт бар ғой деймін. 3 минут уақыт бар. Мен тақырыпты жазып қояйын. Қайырлы кеш, құрметті оқырман. Қазір Анна ханым қосылады. Қазір уже 1 минут 2 минутта қосылады. Жақсы, нәтижелі, тұшымды сұхбат болатынына сенімдімін. Қазір ол кісі қосылу керек. Қазір ол кісі ссылка деп сұрап жатыр. Ссылка емес, прямой эфирға кіре бересіз деп айтқан болатын. Қазір күтеміз. Жалпы біз уақытында тайм менеджментті ұстанып, жалпы күнделікті прямой эфирді уақытында бастап жүрміз. Бүгінде сол қалпымыздан таймаймыз деп есептеймін. Мен қайта шыны керек, өзінде толқып тұрмын. Так, Анна ханым қайда екен? Так, Анна ханым, сіз запрос бересіз ғой деймін. Қостым. Қазір Анна ханым қосылады. Сәлеметсіз. Қайырлы кеш, Анна ханым. Прямой эфирға рұқсат беріп, осында келгеніңізге көптен көп рахметімді, бірінші алғысымды білдіріп алайын. Мен енді өзімді таныстырып өтейін. Аты жөнім Айгүл Тынышбайқызы болады. 19 жылдан бері психолог практик болып жұмыс жасаймын. Сізді бұрыннан білемін. Мен үшін сіз енді аңыз адамсыз. Қазақстандағы қазақ тілде кәсіби психологияны енгізген негізін қалаушылардың бірісіз деп айтсам, артық айтпаған шығармын деп ойлаймын. Және бүгінгі сізбен ақылдаса келе осы тақырыпты алып отырмыз. Психолог бейнесі деп, өйткені қазіргі таңда психолог бейнесін ажыратып, аражігін ашатын уақыт келген сияқты. Өйткені қалың бұқара халық көбінде қайсы дұрыс психолог, қайсы бұрыс психолог білмей жаңылып, осындай бір қылықтар жасап жатады дейік, енді бір әрекеттер жасап жатады. Сондықтан бүгін осыны сіз кішкене ашып беріп отырсаңыз, біздің уақытымыз 40 минуттай уақыт алады, өйткені біз эфирді сақтап қалу үшін 40 минуттан аспауымыз керек. Сонымен қоса, осы жерде оқырмандар сұрақтар қойып жатса, мен сізге осы сұрақтарды қойып отырам, сіз соған жауап беріп отырасыз. Оның арасында біз өзара сұхбаттасып отырамыз. Сөз сізге. Бірінші, психолог деген ұғымды түсіндіріп алу керек шығар, кім не түсінеді деп. Қазақшаға аударатын болсақ, онда жан танушы ғой. Кезінде Абай мен Шәкәрім айтып кеткен ғой, жан тану деген, жан сыры деген, психология деген ғылым деп. Сондықтан мен ойлаймын, жан танушы деген қазақша өте жақсы сөз.
мүмкін уақыт өте сол жан танушы деген сөзді біз алып қалуымыз керек па. Енді көп нәрсені мысалы ұшақ, тік ұшақ деп аударып жатырмыз ғой, тілімізді күрмелетіп бұрын болмаған сөздерді. Жан танушы деген сөз меніңше ол өзімен өзі табиғи түрде келіп жатыр. Бірақ енді көпшілікке белгілі болса, мүмкін психолог деген сөзді де қалдыру керек шығар. Бірақ соның енді мәніне ұғынатын болсақ, онда жан деген бір түбірді, тану деген екінші сөз болып тұр ғой. Сонда жан танушы, ол әр адамның қандай адам болса да соның жанын тани алатын. Мысалы, математик дегеніміз олар есеп танушы, есептің ар жақ бер жағын, санның қырын сырын бәрін бізге үйрете алады. Сонда мен стандартты айтамын дедім ғой, қандай психолог, қандай жан танушы жақсы болу керек деп. Бізде психоанализ әлемінде ең бірінші талап өз жеке басының психоанализін өту керек. Сонда жан танушы, шынымен де жан танушы болса, ол өзінің жанынан бастау керек. Ғылымда білесіз ғой, жақсы ғалымдар, мысалы, әртүрлі аурулар болса, соның неше түрлі дәрілерін эксперимент жасап, өзіне бірінші жасаған ғой, өздері тексерген. Сондықтан біздің психоанализ әлемінде де осындай стандарт бар. Жақсы психолог алдымен өзінің психе деген жан дегеніміз, өзінің жанын тексеріп түсініп алу керек. Өзіңіздің жаныңызды түсінбесеңіз, сіз өзгенің жанын түсіне аласыз ба? Әлі пайда болмай тұрып, ғылым ретінде қазақтар айтып кеткен жоқ па, тоқ бала аш баланы түсінбейді деп. Сондықтан біреу тоқ бала, біреу аш бала. Сіз қандай баласыз? Сіз өзіңізді түсініп алсаңыз, онда ананы да мынаны да түсінетін шығарсыздар. Мына жерде Анна ханым, бізде мынандай бір ауызекі тілде осындай бір әңгіме жүреді, жаңағы өзі психологқа бару керек дегенде, қалайша сен өзің психолог емессің бе, сен өзің мәселеңді өзің шеше алмайсың ба дегендей, значит, сен жақсы психолог емессің дегендей де түсініктер болуы мүмкін. Иә, сөйтіп айту керек. Иә, мен жақсы психолог емеспін, не дегенде мен әлі өзімнің жеке психоанализімді өткен жоқпын, не болмасам енді бастап жатырмын деп. Ана мен сиқыршы емеспін, мен әлі сиқыршыға үйреніп жүрмін деген, неге шынымен жауап бермеске? Ал өкінішке орай, көп психологтар сол дипломды алады да, мен психологтың кеудесін ұрады, ал бірақ өзінің жанын түсінген жоқ қой. Сонда ол қалай өзін психолог деп атай алады? Ол психологияның ішінде де бар. Мысалы, теориялық психология. Кандидаттық диссертация, докторлық диссертация, магистрлық диссертация. Ол психологияның теориясын білетін адамдар. Ал бірақ адамның ол теория емес қой, ол тәжірибе. Сондықтан тәжірибеде сізге жылап келген келіншектің көз жасын қалай тиясыз? Ашуланып келген, арақ ішіп келген еркектің ашуын қалай тиясыз? 9-шы сыныпта оқып жүрген қыз қазір мен 9-шы қабаттан секіріп кетем дейді. Оның жанын қалай түсінесіз? Әрине, теория керек, бірақ теорияны мына енді біздің нақты өмірде қалай қолдану керек? Оның әдістері, оның тәсілдері, оның өзінің арнайы сөздері бар. Мынаған былай айту керек, анаған былай айту керек. Енесімен келеді, мысалы, келіндер. Енесіне не айтасыз, келіншекке не айтасыз? Ол да әртүрлі шығады. Түбіне келгенде екеуінің де жаны ауырып жатыр, сондықтан екеуінің де жанын емдеу керек. Ал соны біздің психологтар біле ма? Ол өзі, мысалы, біздің стандарт бойынша біздің студенттер психоаналитикпін деп аталу үшін 600 сағат жату керек. Кушеткада жатыр. 600 сағат ол өзін зерттейді. Ой, мен туғанда арғы тегім анау-мынау, әкеме мынандай өкпе, шешемен бүйтіп өкпеледім, әкем бүйтіп аймалады, шешем аймалады, ана жерде құлап қалдым, мына жерде жылап қалдым, 9-шы класста бүйтіп қалды, 11-ші сыныпта бүйтіп қалдым. Соның барлығын өзін білсе, ондай оған көмек сұрап келген адамға, жәрдем сұрап келген адамға ол көмектесе алады. Не дегенде өзінің өмірлік тәжірибесі бар. Біріншіден әйтеуір 25, 30, 35-ке, 45-ке жетіп қалды. Екіншіден соны өзінің ұстазы, өзінің жеке психоаналитигімен бірге зерттеді ғой. Сен ана жерде әжеңе неге өкпелеп қалдың? Не дегенде біз тойға барып едік, дастарханға мені әжем отырғызбай қойды, өзінің арт жағына отырғызып қойды. Соны зерттеп, ол не үшін отырғызып қойды? Неге сіз ол 5 жасыңыздан бері, қазір енді 25-20 жылдан бері әжеңізге өкпелеп жүрсіз? Не үшін? Не болды екен? Сонымен зерттеп, анандай болған екен ғой. Ол құдай тамақ екен ғой. Ол жерде өңкей ақсақалдар, шалдар, кемпірлер отырған екен ғой. Бірақ мені жақсы көргеннен әжем алып барды. Тәртіптің аты тәртіп, сондан арт жағына айтып отырғызып қойды деп. Одан кейін 20 жылдан кейін әжесін
кешіреді ғой әжесін құшақтап, кейде ол әжесі тірі ма, әжесі тірі емес па. Ал енді түсіндіңіз ба, сонда әжем маған бүйтіп қатты сөз айтты деп жылап келген адамға енді бұл психолог көмектесе алады ғой. Не дегенде өзінің басындағы 20 жылдан бері сақтаған өкпесін ол таратты. Енді оны қалай тарату керек? Мынандай сұрақ қояды, мына жақтан сұрақ қояды, ар жақтан, бер жақтан сұрақ қояды. Сөйтіп әйтеуір адамға көмектесу керек қой. Иә, мен бұл жерде енді егер психолог өзінің мәселелерін шешіп алмаса, алдына дәл сондай мәселемен көп клиенттер келетін болады. Солай ғой, психолог өзінің мәселесімен басқа адамдарды, сол мәселедегі адамдарды өзіне тартып отырады. Егер психолог өзі жеке терапиядан өтпесе, солай ғой? Иә. Ал енді сол жақсы психолог боламын деп жүргенінде, ең кемінде 6-7 жыл, ең жақсы дегенде 10-15 жыл өтіп кетеді. Оның ішінде неше түрлі өмір болып жатыр ғой. Сондықтан мен өзім студенттеріме айтамын, сіз әлі кәрі қыз болып жүрсіз ба? Онда отбасы құрдым, отбасы құрамын, ажырап жатырмын, балам үйтті, қызым бүйтті дегенде онда сіз қабылдай алмайсыз. Сіздің өмірлік тәжірибеңіз жоқ, ол не екенін білмейсіз. Ал бірақ сіз 35-ке келсеңіз де отырып қалған қызсыз ба? Бірақ 35-ке дейін балаларды қабылдайсыз, бала болдыңыз кезінде, жасөспірімді қабылдайсыз, студентті қабылдайсыз. Өзіңіздің өмірлік тәжірибеңіз қай жерге дейін жетті? Міне соны теория арқылы, біздің үйреткен методика арқылы сіз қабылдай аласыз. Ал сіз өзіңіз күйеуіңізге өкпелеп жүрсіз. Сонда мына жерге күйеуіне өкпелеп келген келіншекке не айтасыз? Ой, айтамын, бүйтем деп, сонда өзіңіздің жараңызды анаған білдіріп қоясыз ғой. Сонда енді жаңағы не навреди деген бар ғой, сонда психолог өзінің мәселесімен, шешілмеген мәселесімен клиентке зиянын тигізіп жіберуі мүмкін ғой. Сол үшін мына жерде біздің тағыда бізде өте көп, психоанализде қағида деген өте көп. Соның біреуі мысалы нейтралитет. Мысалы келіншекпен екеу ажырасамыз деп әйтеуір бұш-тұж болып келіп жатыр. Сіз өзіңіз әйел болсаңыз да, ешқашан әйелдің тарапын алмайсыз. Әйелді де тыңдайсыз, күйеуін де тыңдайсыз. Соның ортасында тұрып, екеуіңіз арбитр болып, сіз бүйттіңіз, сіз үйттіңіз, сіз айтасыз, сіз қайтасыз деп екеуін сөзін біреуін қоштап, ойбай сенікі жаман екен, ойбай сенікі жақсы екен, давай ажыра, болмаса мына лақтырып кет, тастап кет. Сондай болмау керек. Не дегенде маған келеді, басқа психологтар бардық, ұнамады, не дегенде үшеуіне бардық, үшеуі де ой, күйеуің жаман екен, ажыра деп айтты, бірақ мен күйеуімді тастағым келмейді, ажырағым келмейді деп. Сонда біз көрдіңіз ба, сындыруға, ұруға, ұрсуға психологтың керегі жоқ. Оны адам өзі табиғи жолмен ештемен үйренбей ұрса береді, бақыра береді. Ал біздің үйрететіміз бейбітшілік, мейірімділік. Анна ханым, мынандай сұрақ болып тұр, психолог, психотерапевт, психиатрдың айырмашылығы қандай деген сұрақ, оқырманнан сұрақ келіп тұр. Иә, сол оқырманға бірінші дұғай сәлем. Бізде әжептәуір Google деген тәте бар. Сол Google деген тәтеге орысшада, қазақшада соны басса, бәрі жауып шығады. Бірақ психиатр дегеніміз бұл дәрігер, бұл медик, ол дәрімен емдейді. Ал психолог деген ол дәрін ешқашан қабылдамайды, ешқашан бермейді. Ол медик емес, дәрігер емес. Психоаналитик дегеніміз, ол сол психология мен медицинаның ортасындағы нәрсе. Біз емдейміз. Ауыр жарақатта жүрген адамдар, жаны жарақатта жүрген адамдар, біз емдейміз деп айтамыз. Бірақ біз дәрі бермейміз, біз сөзбен емдейміз. Ал психотерапевт деген сөз, осы үшеуін қосып алады. Психотерапевт деген. Не дегенде психолог тағы да жақсылап оқып, психоанализдің иісін біліп, мен емдеуді бастаймын десе, терапия деген емдеу ғой. Онда мысалы кейбір психологтар өзін психотерапевт деп атауға болады. Неше түрлі тренингтерден, сертификаттардан өтсе. Психиатр кейде, қой мен дәріні көп бермеймін, мен де сөзді қосайын дейді, психиатр да психотерапевт бола алады. Ал біздер психотерапевтер, біз үнемі психотерапевт деп айтсақ болады. Бірақ оны дәрігер, психотерапевт, психоаналитик, психотерапевт. Анна ханым, маған сіздің пікіріңіз қызықты, маңызды деп айтсам болады. Қазіргі таңда бізде, елімізде белең алған осындай бір жағдай бар. Екінің бірі 2 апталық курс оқып алып дейміз, немесе 1 апталық курс оқып алып, өзін психологпын деп халыққа жария қылып, неше түрлі дүниелерді өткізеді. Сіздің көзқарасыңыз?
Біріншіден бұған қуану керек. Ура, ура деп қуану керек. Біздің елімізде, қазақ тілінде, басқа тілде психологиялық сауаттылық пен психологиялық мәдениет өсіп жатыр. Адамдардың сұранысы бар. Мысалы, 20 жыл бұрын өзіңіз де білесіз, мен алаңға шығып, мен психологпын, маған келе ғой десем, бірең сараң адам келетін еді. Қазір мен еш жаққа шықпасам да, адамдар өздері топырлап келіп жатыр. Сондықтан оған қуану керек. Мүмкін одан да көп болу керек саны. Менің ойымша, әрбір адам, мысалы, өзіне вуз, институт іздеген кезінде, универ іздеген кезінде, мен президент болсам, бәлігін жаппай 4 жылға психология жіберетін едім. Сен өзің жаныңды біліп алшы. Әрбір адам психолог болса, ол ертең жақсы әке болады, жақсы шеше болады, жақсы келін болады, жақсы ұстаз, жақсы маман бола алады. Ал өзінің жанын білмеген адам ашулы жүреді, ол жаман келін болады, жаман қатын болады, жаман ұстаз болады, жаман әке болып жүр. Сондықтан бұған біріншіден қуану керек. Екіншіден тағы да қуанышты мен көріп тұрмын. Сіздің сұрағыңыз қазір мен үшін қандай куә болып тұр? Ненің куәлігі? Санға енді сапасы керек деп шырылдап жатыр адамдар. Оған да неге қуанбасқа? Мына төмендегі сатыдан біздің Қазекең енді екінші жоғары сатыға көтеріліп жатыр. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар. Мына 100 психологтың ішінен біреу сапалы болып шығады. 1000 психологтың ішінен біреу керемет болып шығады. Әрі теорияны, әрі тәжірибені, психоанализді, психологияны дамытатын адам, бізге ондай адамдар керек. Әрі ғалым болса, әрі тәжірибелі психоаналитик болса, психолог болса. Сондықтан бұған сіздер ренжімей қойыңыздар. Рет-ретімен ол базар ғой, нарықтық экономика. Сондықтан оған мысалы 5 келіншек барама, жақсы болдым дейма, оның артынан 55 келіншек барады тағы да. Ал мынаған 5 келіншек барды ма, жоқ, болмайды екен. Одан кейін ол кетеді, оған ешкім келмейді. Сондықтан бұл нарық уақыт өзі бәрін рет-ретімен қояды. Бірақ менің ойымша, біздің Алматыда көк базарда кейде қолдары кір-кір, әйтеуір кір-кір бір орамалдарды қойып, құмалақ ашып отырады ғой. Кейде апайлар. Оларға да рұқсат беру керек. Не дегенде жылап келген бір келіншектің көз жасын қиды ма, оған да рахмет айту керек. Ол кішкентай ақшаға жылап келген келіншектің әйтеуір жарасын тауып бір зеленкасын жағып жатыр. Оған да қуану керек. Бірақ мысалы сіз, не болса мен көк базарға бармаймын. Ондай құмалақшы, қолы кіркір адамға көмек сұрамаймын. Менің баратын жерім Нью-Йорк, бір жақсы офис, тағы да басқа бір қалалар, ағылшын тілінде. Сондықтан әркімге не керек, сондай болу керек. Біреу Қағанат деген біздің асханаға барады. Біреу біздің тренинг кафеге келеді. А біреу там капучино деген неше түрлі ресторандарға барады. Сондықтан адамның өзінің мүмкіншілігі, қалтасына қарайды, аппетитіне қарайды. Оған неге? Біз күннің астында жер көп. Әрбір маман бәріне жетеді дейсіз ғой. Бәріне жетеді. Әркім өзінің орнын жасап жатыр. Тәрбиеші балабақшада тәрбиелеп жатыр. Ұстаз, мұғалім мектепте оқытып жатыр. Профессор универде оқытып жатыр. Әркімнің өзінің орны бар. Барлығына нан жетеді, барлығына ақша жетеді. Бірақ тереңіне жұмыс істеуге дегенмен де кәсіби психолог болу керек деген мен өзім ойым. Тереңінен жұмыс істеуге, өйткені ол поверхностына болмайды деп ойлаймын. Мен сізге былай түсіндірейін онда. Бала бақшаға барған адамдар миллион, 10 миллион, 100 миллион. Мектепке барған адамдар миллион. Бірақ университетке барған адамдар миллион емес қой. Көп үздіктер болса 1 миллионның 3-тен 1-і бара ма? Ол бакалавриат. Магистратураға одан да аз адам барады. Докторантураға одан да аз. Қалдың төбесіне шыңына көтеріліп жатыр ғой. Сондықтан әркімге қандай саты керек, балабақшаға тойдым, осы жерде тоқтаймын дейді. Біреу бакалавриат жетеді маған, осымен тойдым дейді. А біреу жоқ, одан қоймай докторантураға барып жатыр. Сіз сол докторантураға барып жатқан психолог шығасыз. Онда бізге психоанализ институтына келесіз ғой. Бізде психоанализдің бастамасы бар да, оның аяғы ешқашан жоқ қой, бітпейтін психоанализ ғой бізде. Сондықтан өле-өлгенше оқи бересіз. Анна ханым, мына жерде оқырмандардың комментарийін айтып кетейін. Психологтың этикасы деген заң шығару керек шығар. Соның ішінде бірінші, екінші, үшінші сапалы психологтың талаптарын айту керек дейді. Енді заңды да мен 1-2 рет естідім, Марал Сарбасқызынан да естідім. Осындай бір заңға деген бір жүгіріп жүрміз, бірақ ол әлі қазіргі таңда ол заң қабылданған жоқ деп. Бұл туралы сіздің пікіріңіз?
Мен заң дегенге, сертификация, лицензия дегенге түбегейлі қарсымын. Не дегенде өзіңіз білесіз, қазір біздің орталық Азияда менен осы 20 жылдан бері психоанализді қуып жүрген адам басқа жоқ. Соңған маған лицензияны кім бере алады? Маған лицензияны менің Америкадағы, Европадағы мұғалімдерім ғана бере алады. А олар Қазақстан азаматы емес, олар. Сондықтан, мысалы, сізде біреу гештальт дейді, біреу символ драма, біреу психодрама. Кім беру керек оған? Мен психоаналитик, мен символ драмаға бере алмаймын. Оны соның шыңына, түбіне жеткен адам ғана береді. Біздің елде қазірше ондай жоқ. Ал одан кейін ол сертификация, лицензия дегеніміз оның барлығы бостандықты қиып тастау керек. Сіз білесіз, біздің әлі пара деген өзіміздің еліміздегі бір үлкен жарамыз бар. Сондықтан ақшасы көп, қалтасы көп, лицензияны сатып алады да, одан кейін ол не айтады, не береді адамға. Лицензияны сатып аламаған адамның әлігі сонда қалып кете ма? Сондықтан Италияда, мысалы, енді бізден алдын жүрген адам ел шығар, Италияда ешқандай лицензия жоқ. Неге біз сондай болмасқа? Сіз жақсысыз ба? Сіз салықты төлеңіз. Сіз жақсы маман болсаңыз, сізге адамдар өзі-ақ келеді. Ешқандай лицензия келмейді. Маған келген клиент ешқашан осы 20 жылдың ішінде, апай, лицензияңызды көрсетіңіз, дипломыңызды көрсетіңіз деп ешқашан айтқан жоқ. Осында енді тікелей сұрап қалмаса, не дегенде оларға менің қағазым керек жоқ. Оларға менің көзқарасым, менің жылы жүрегім, менің құшағым, сөзбен құшақтаған, сол керек болып тұр оларға. Сондықтан сізде қандай диплом бар, ол өзіңізге. Сіз өзіңізге ғана диплом аласыз. Ал сіздің клиенттеріңізге ешқандай диплом керек жоқ. Бірақ этика деген нәрсе, ол болу керек. Ол қай жерде болу керек? Бізде қазір елімізде көбейіп кетті ғой қазір. Психологтардың өздерінің қоғамы бар. Бізде мысалы психоанализ қауымдастығы бар. Психоанализ қауымдастығында бізде өзіміздің қағидаларымыз бар. Мынандай деген. Сонда әрбір психологтар, мысалы Қазақстанның психологы, Ақтаудың психологы, Астананың психологы, әйтеуір бір қауым барсыз ба? Сізде сондай этика болу керек, сізде қағидалар болу керек. Бізде мысалы алтын қағидамыз құпиялылық. Кім келді бізге? Министр келіп жатыр ма? Еден жуушы келіп жатыр ма? Әйел ма? Еркек па? Үлкен ба? Қысқа ма? Қандай ма? Ол мәнде емес. Кім келді? Біз ешқашан атын сұрамаймыз. Бірақ енді әйтеуір ана кестеге жаз қою керек қой. Айдар келе ма, Жайдар келе ма? Сонда мен әрине сұраймын. Сізді Айдар деп атайын ба, Жайдар деп атайын ба? Өзіңіздің бір айтатын сөзіңіз бар ма деп. Раушан десеңіз, Раушан деп жазып қоямын. Марал десеңіз, Марал деп жазып қоямын. Ол сіздің еркіңіз. Сондықтан қай көшеде тұрасыз, кіммен тұрасыз, ол бізге бәрі бір, ол құпиялылық. Біз сізге көмектесіп жатырмыз. Не дегенде бізге келген адамдар бәрі геморроймен келеді. Геморрой деген өте ауыр нәрсе. Ол штанды шешу керек, дәрігерге көтенді көрсету керек, одан кейін оны қию керек, кесу керек. Біздегі сол психологиялық, эмоциялық геморройға. Сондықтан ең бірінші қандай да қоғам болмасын, осы психологтар ертең өздерінің жиналыстарында айтынша құпиялылық. Дұрыс айтасыз. Құпиялылық және клиентті бағалаусыз қабылдау ғой, енді шартсыз қабылдауда, безусловно, қандай адам болсын. Мына жерде мынандай бір психоанализ негіздері деген курс басталғалы жатыр деп естідім. Онда не оқытасыздар, ақшасын бөліп төлесем бола ма деп бір оқырманымыз жазған екен. Біз 5 маусымнан бастап, 5 июнь ескіше, осы психоанализ негіздері деген курсты ашып жатырмын. Не дегенде, соңғы кезде мен сол тікелей эфирге жиі шыққандықтан мені көптен іздеген, күткен адамдар көбейіп жатыр да, апай сізге ұқсап бізде шәкірт болайық, сізге ұқсап психоаналитик болайық деп. Ал бізге психоанализ институтына қабылдау үшін бізде өте талаптар жоғары. Сондықтан біз жылына 5, 6, 7 адам ғана қабылдаймыз. Біз өте азбыз. Дегенде бізге саны емес, бізге сапасы керек болып тұр. Ал бірақ адамдар қарын ашып тұр ғой, керек болып тұр. Сондықтан біз жарайды онда бір 6 жылдық психоанализдің исін берейік. Ол негізін психоанализдің негізі деп айтып жатырмыз ғой. Сонда психоанализдің әліппесін береміз. Теориясын шолып өтеміз, оның тәжірибесін өтеміз. Одан кейін бізге келетін көпшілігі, мен ойлаймын, ол психологтар ғой, клиентті қабылдап жүрген. Сондықтан біз оларға міндетті түрде супервизия береміз. Психологтар қалай араласу керек? Сіз әлі өзіңіздің жеке психоанализіңізді бастаған жоқсыз, бірақ клиент келіп жүр ғой. Сондықтан сол клиентті қалай, сәлемдесуді қалай, салфетканы қай жерге қою керек? Сонда кішкентай егжей-тегжейге дейін біз соны үйретеміз. 50 сағатқа
ол 50 сағаттық курс, 50 сағатқа 200 мың теңге, бірақ 2 сағатты әшейін қайырымдылық деп 2 сағатты бәлігіне тегін береміз. Сондықтан жалпы 22 сағат деген сертификат беріледі. Қай тілде жүргізіледі? Қазақ тілді психологтарға мүмкіндік бар ма? Ол мүмкіндік біз 2 тілде жүргіземіз. Не дегенде мен өзім қазақша сөйлеймін, қазақтар қазақша сөйлейді, бірақ негізін түсіну керек. Қазір менің қазақша шыққан психоанализ әліпбері деген кішкентай ғана бір кітапшам бар, басқа еш нәрсе жоқ қазақ тілінде. Сондықтан мен үйретсем сіздерге, сіздер менімен салыстырғанша таза қазақша ойлайсыздар, мүмкін сіздер одан кейін бірнеше жылда жақсылап психоанализдің теориясын, психоанализдің тарихын қазақшалап оқулықтарды жазатын шығарсыздар. Мен сол шәкірттерді бір ұрпақты дайындап берейін. 2 тілде. Мен де енді осылай менен де ақыл кеңес сұраймын. Қазір мен мұғалім. Бірақ менен басқа бұл курсты жүргізетін тағы 2 мұғалім бар. Біреуі Испаниядан келген мұғалім Мануэль Мартинес. Ол кісі орысша сөйлейді. Ал біреу өзіміздің Алматы менің шәкіртім Константин Колобов, ол кісі де орысша жүргізеді. Бірақ сіздің қасыңызда үнемі біздің мұғалімдердің қасында біздің студенттер отырады. Сондықтан қиналған қазақтар, білмеймін, Ақтаудың қазағы қиналып қала ма, кім қиналып қалады, міндетті түрде аударып береді. Бірақ мен кәміл сенем, біздің Қазақстанда орысша білмеймін деген қазақ жоқ, оны күндіз іздеп жүріп табады. Тағы да мен айта беріңіз. Мен осы қазақша деген адамдарды бір шымшып кетейінші сіздің көмегіңізбен. Дұрыс, шымшыңызшы. Келе эфирді мен біріншіден тегін жүргізіп жатырмын. Қазір соңғы топ кетті. Соның өзінде талап етеді ғой, апай ұялмайсыз ба, неге орысша сөйлей бересіз? Мен қазақша білемін, маған қазақша сөйлесеңіз, онда келіңіз маған, 30 мың төлеңіз. Менің кабинетіме жеке отырыңыз. Мен сізбен 90 минут қазақша сөйлеп берейін. Тегін алған нәрсенің өзіне күттіңнен тебеді ғой, апай орысша сөйлеме, давай маған қазақша сөйледі. Сондықтан оны да сәл ойлану керек. Көрдіңіз бе, мен неге оны, әрине мен сөйлей аламын ғой, неге сөйлемеймін? Мен өзімнің деңгейінен төменге қазақшаға түсе берсем, қазақтар онда одан бетер төменге түсе береді. Ал мен оларды тартсам өзімнен бірге, қазақшаға орысша қос, орысшаға ағылшынша қос десем, олар менімен бірге шыңға. Білесіз ғой, Абай мен Шәкәрімнің ойы ғой бұл, өрге. Оларды көтеннен итересің ба, шашынан тартасың ба, бірақ қазақтарды өрге, шыңға шығару керек. Тек қазақша сөйлей берсек, біз онда баяғы жартас, сол жартас қимылдамай отырып қаламыз. 25-ші ғасырға жете аламыз ба, жетпей қаламыз ба? Қазір 21-ші ғасыр келіп қалды. Бізде де енді өзіміздің бір жаңағы желіде психологтармен бірге боламыз. Сонда деген мен де айтып жатам, қазақша әдебиет жоқ. Қазақ тілде жоқтың қасы, егер орыс тілдегі ақпараттарды оқуға тура келеді. Білмеймін, түсінбеймін дегенді қою керек. Оны біз өйткені орыс тілге де аударылған кездері, оның арасында қанша уақыт өтіп кетеді ағылшын тілінен аударылған кездер. Сонда біз западный психологиядан бірнеше жыл артта келе жатамыз. Соны хотя бы орысшасын оқып ілгері жүру керек деп осындай қылып түсіндіріп жатам. Осы жерде екеуміздің, сіздің де пікіріңіз тура келіп жатыр. Енді деген, мына жерде қандай сұрақтар бар ма екен? Бір қарап шығайын. Сіз пока айта беріңіз, айтарыңыз бар болса. Мен өзімнің мысалымды келтірейінші. Мен бірінші рет Америкаға психоанализ қайдасын деп оқуға барғанда, ол білесіз ғой, неше мың долларды төлеп оқуға барғанмын. Неше түрлі конференцияға барғанмын. Сонда мен ағылшын тілін мүлдем білмейтін едім. Не дегенде мектепте мен неміс тілін оқығам. Ал сонда А деген А емес, ол екенін сол Америкада бірақ білдім ғой сонда. Сонда мен жарты күн ағылшын тілін оқимын, жарты күн психоанализді оқимын. Сол білмеген ағылшынды, бірақ конференцияда, семинарда, әйтеуір сабақта отыра берем. Әйтеуір бірдеме түсінем ғой деп. Жазғанымды жазам, түсінгенімді түсінем. Не дегенде ол ішкі мотивация, ішкі түрткі. Сондықтан менің көретін қазақтарым, оның ішіндегі қазақтың психологтары, сіздер психологияны шынымен жақсы көрсеңіз, ол ертеңнің өзінде ағылшын тілінде Отто Кернбергті тыңдап кетесіз. Сондықтан мына жерде күмән болып тұр. Олар шақалақ қой бұлар, кішкентай сәби. Маған психоанализ керек. Сонда мен жүгіріп бар, деп оны тегін беруім керек, тағы қазақша беруім керек. Сонда ол сәби жерде жатыр, маған ананы әпер, маған мынаны әпер деп.
Бұл енді жаңағы Бьорнстың теориясы бойынша енді кішкентай баланың кейпінде болады ғой енді бұл жерде. Кәсіби емес психологтар қате пікір қалыптастырмай ма? Теріс ұғым қалыптасып қалмай ма дейді. Сіздің енді бағанағы барлығы бола берсін, олар да жақсы, балгерлер де жақсы дегенге мына жердегі біздің әріптесіміз осылай сізге сұрақ қойып жатыр ғой деймін. Мен мына жерде түсінсем, бұл әріптес жауапкершілікті өзіне алмайын деп тұр. Мама, мен қай мұғалім жақсы, маған мұғалім тауып берді. Сонда мамасы мұғалім тауып беру керек па? Сен бакалавриатты бітіргенсің ғой, ең болмағанда. Сонда өзіңнің тілегің қандай, ішкі тілегің, арманың қандай, саған қандай маман керек, іздеп табасын. Базарға барғанда қауынның өзін, абыздың өзін шетіп аламыз ғой. А неге психологтарды шетіп алмасқа? Барыңыз, біреуіне барыңыз, үшеуіне барыңыз, одан кейін түсінесіз. Google деген жақсы тәте бар, YouTube деген жақсы тәте бар. Солардан сұрап алсаңыз, кім керек сізге? Білмеймін. Мына жерде дипломы жоқ, халықты өмір сүруге үйретіп жүрген адамдар туралы пікірін білсеңіз дейді. Маған айтып отырған сияқты Құралай ханым сияқты адамдар дейді. Бұл жерде мен сіздің YouTube-та Құралай ханыммен болған сұхбатыңызды көрдім. Сол жердегі сіздің жаңағы арифметика мен высший математика салыстырып айтқаныңыз, ассоциацияңыз ұнады. Дегенмен бір айтып өтсеңіз. Мен бұл жерде Құралай ханымды түбегейлі ақтап шығайын деп тұрмын. Құралай ханым ешқандай кінәлі емес. Ол сізді автоматпен келіп, ақшаңызды тартып, кел отыр менің тренингде деп атқан жоқ қой. Сіз өзіңіз барып жатсыз. Ақшаны өз еркіңізбен беріп жатырсыз. Онда сізге қызық болып жатыр. Сондықтан олардың барлығы болу керек. Сізден сұраныс болмаса, Құралай ханым пайда болмайтын еді. Сондықтан сіз қуана беріңіз, Құралай ханым қазақтың қоғамында пайда болған. Не дегенде ондай ханымдар көбейсе, Құралайдың 6 баласы бар, сол интервьюде білдім. 6 баланы, 6 үй керек, 6 машина керек, 6 университет керек, ол 6 баланы бағу үшін. Сондықтан бәріңіз үйреніңіздер, онда сөйтіп сіздер де бағыңыздар, сондай аудиторияны жинаңыздар. Диплом бар ма, жоқ. Мен бағана клиенттер дипломға қарамайды. Көрдіңіз бе? Диплом ешқандай жоқ. Бірақ залдары толып жатыр деп мен естіп жатырмын ғой. Сондықтан қуаныңыздар, соның жолын қуыңыздар онда. Әркім өзінің жолын өзі табады. Хотя бы енді арифметика негізінде болса да, кішкене болса да психологиялық бір ақпаратты алады дейсіз ғой енді бұл жерде. Құралай ханым өзінің міндетін орындап жатыр. Енді мен басқаларын білмеймін, тек сол кісімен кездескен екен, сол айтып жатырмын, мүмкін басқалар да соны жасап жатқан шығар. Бірақ енді сол Құралай ханымның курсын бітіріп, енді сізге психоанализға келдім деген адамдар саны көбейіп жатыр. Мен бағана айтқан ғой, балабақшаны бітірген бала міндетті түрде мектепке келеді ғой. Мектепті бітірген бала міндетті түрде бакалавриатты іздейді. Сондықтан бірімізге біріміз көмектесіп жатырмыз. Мен ойлаймын, осындай сұрақты қойған біздің әріптестеріміз, ішінде әріптестер болса, ол бағанағы жеке терапевт жоқ, өзінің ішіндегі көрер алмаушылық, іштарлық, қызғаныш, мұны сол болмаса, мынандай сұрақты қоймайтын еді. Неге қоймасқа? Неге содан үйренбеске? Неге тек оның аяғына тартып екен, неге ондай адамдарды жамандау керек екен? Жеке терапиядан өтсе, онда жаңа ішітарлық, көрермаушылық, жек көрушілік, ондай сезімдердің барлығы 600 сағаттың ішінде олар жойылады. Шай орамал кеткен, ашу болады, бірақ шай орамал кеткенше. Ал оның онда қуаныш, бақыт, түсінушілік, мейірімділік, қайырымдылық, бір жылы сезімдер келеді. Ондай жылы сезімі бар психолог. Өйткені сұраныс туындағандықтан осындай қызметтер пайда болды ғой енді. Өйткені халықтың сұранысы пайда болды, халық психологиядан ғылым, ілім алуға дайын болды. Сол кездері сол кісілер шықты, сондықтан сұранысқа олар ие болды. Жақсы, енді деген бұл жерде енді мен не айтсам екен дейін, мына жерде бір олардың өзі психологпын деулері қателеу болар. Олар лайф коуч деп атайды өздерін. Психолог Википедия бойынша сертификат емес, психологиялық дипломы бар адам дейді. Психологқа қанша сағат супервизиядан өту керек дейді енді? Бізде психоанализ институтында 250 сағат. Сіз екі клиент аласыз, әр клиентпен аптасына 4 рет, 5 рет кездесесіз.
ол әр клиентпен 2 жыл 3 жыл жұмыс істейсіз, аптасына бір рет сол отчет беріп тұрасыз ғой, мына клиентпен былай айттым, олай айттым, мынандай болды деп, соны супервизия дейміз. Бірақ бізде қазір осы жұма күні, айтып кетейінші онда тыңдаушыларымызға, жұма күні бізде тікелей эфир болады, тегін супервизия. Сондықтан бүкіл қазақтар, қазақстандықтар қосылыңыздар, супервизияны көрсетейік. Ол Қырғызстаннан менің супервизантым өзінің материалын көрсетеді. Біраз адам Тәжікстаннан қосылады. Білмеймін енді сол Өзбекстаннан қосылмай енді Түркменстан одан алыс. Бір Орта Азиялық тегін супервизия сабағын көрсетейін деп жатырмын. Ал енді шынымен үйренемін деген кісілерге бізде аптасына мен әр бейсенбі күні неше түрлі онлайн супервизия топтары бар. Соларға қосылыңыздар. Карантин кезінде 90 минуттық жұмысқа, супервизияға бар жоғы 2000 теңге төлейсіз. Бірақ өзіңіздің тәжірибеңізге, клиенттеріңізге әжептәуір көмек болады. Супервизияға тек қана психологтар ғана қатысады ма? Әрине, ол маман ғой. Оларға ол тәжірибелік, әдістемелік көмек қой. Ал тек оны тыңдайтын деген адамға мен ойлаймын, ол қызық емес. Мысалы, дәрігерлер жиналып алып, тісті қалай емдеу деген әңгімені айтса, мен барсам, ол маған қызық емес қой. Әрине. Мына жерде ондай адамдарға мен басқаша, менің топтарым бар. Ол онда бізде терапиялық топтар бар. Групповой анализ деген нәрсе бар. Менің тобым бар, Константиннің тобы, Мануэльдің тобы. Онда топтық терапияға жазылсын бұл адамдар. Онлайн бәрігі. Мына жерде мынандай сұрақ бар. Қай психология қиындау, ересектермен жұмыс жасаған ба, әлде балалармен ба дейді. Бұл жерде менің ойым бойынша оңай жоқ. Біздің психоанализдің стандарты бойынша біз алдымен 10 шақты жыл арнайы ересектермен қалай жұмыс істеуді үйренеміз. Ол ересектің ішіндегі кішкентай баламен қалай жұмыс істеу керек, внутренний ребенок деген. Ал одан кейін ғана барып, арнайы рұқсатпен балалар психоанализін тағы да 2 жыл оқуымыз керек. Сондықтан біздің пайымдауымызда балалардың психоанализі, балалардың психологиясы өте күрделі, ол өте нәзік. Енді 40 күндік балапанды алып көріңізші, қалай ұстайсыз оны? 15 жасар баланы қалай? 15 жасар баланы былай да итере бересіз, құламайды. 15 күндік балапан. Сондықтан бұл өте нәзік психология. Оған арнайы тағы да оқу керек. Анна ханым, сіз психоанализ бойынша жұмыс жасайсыз ғой, енді басқа бағыттар, психологиядағы басқа бағыттар бойынша сіздің пікіріңіз қандай? Мен білгім келеді осыны. Олар бастама ретінде өте жақсы, не дегенде өзім сол 20 жыл одан арым қалада бізде Қазақстанда не болды соның бәрілігін, символ драма, психодрама, гештальт, НЛП, тағы не болады, сол кезде не болады, соның бәрілігін көріп шыққанмын. Соларды тыңдап үйреніп жүрген кезінде түсінгенім, психологияның шыңы да, психологияның тереңі де, теңізі де бұл психоанализ. Сөйтіп қайдасын психоанализді, одан кейін психоанализге өтіп кеттім. Не дегенде сіздер психоанализді білсеңіздер, сізге ол гештальтта, символ драмада, оның бәрігі ол оп-оңай болып кетеді. Не дегенде теория, мен өнебай алақанымда көрсетемін, теория мынау психоанализде ғана бар. Ал басқалар, мысалы, гештальт, НЛП, символ драма, психодрама, тағы басқасы, ол осы психоанализдің теориясына негізделген, бірақ ол әдістеме. Ол тек әдістеме. Ал теория психоанализда тек Зигмунд Фрейдте бар. Бәрібірде психоанализге сүйенеді дейсіз ғой. Сіз айтқан Перлс тағы, олардың бәрілігі кезінде психоаналитик болған, олардың бәрілігі сол Зигмунд Фрейдтің шәкірті болғандар. Бірақ кейін шәкіртсіз ұстаз тұл демейміз ба, сөйтіп әр шәкірт өзінің әдістемесін атап кеткен. Арнайы мектеп. Көп мектеп ол зиян емес шығар деп ойлаймын негізі. Адамдар көп, бізде жер жаһанда 7 миллиард адамбыз, әркім әртүрлі психологияны тауып алып. Анна ханым, менің бір сұрағым бар. Психоанализ енді бір ұзақ уақыт жұмыс істеуді талап етеді. Және оның қалтасы көтеретін, көтермейтін адамдар да бар дейді. Краткосрочный, қысқа мерзімді терапияға сіздің көзқарасыңыз қандай? Ол бізде бар психоанализді. Біз оны психодинамическая психотерапия дейміз. Менің жаңағы айтқан сағатым ол классикалық психоанализ. Ал жаңа тездетіп өтем деген, ол да ең болмаса бір 45-50 сағат сессия болып бір қой. Ең болмаса мұрнына иісі барады ғой, сессия деген мынау екен, психоанализ деген мынау екен деп. Адамдар ақылды ғой.
естілген кейін ар жағына өздері алып қашып кетеді. Бірақ бізде көрдіңіз бе, біз бірінші курстан бастап студенттерге қабылдай бер деп айтамыз. Не дегенде психоанализ қойсаңыз өте көп ақша керек. Бірақ ол әр семинардан кейін, өзінің әрбір апта психоанализден кейін көп нәрсе түсінеді ғой. Сондықтан апта сайын келген клиентке ол басқа көзқараспен, басқа сөзбен сөйтіп клиенті көбейеді. Мысалы, біздің 3-ші курстың студенттерінің клиенттері көп, психоанализді үйреніп жатқан екен. Ал 1-ші курста әлі аз, бірақ оларда бар. Олар біледі қабылдауды. Айлық курсқа келіп жүру керек та, сол 6 айдың ішінде тағы да жаңа психодинамическая психотерапия дегенде өте салу керек қой. Нейропсихоанализ саласын дамыту жоспарыңызда бар ма дейді? Ой, ол өте қызық нәрсе. Мен өзім жеке басым қазір қызығып жүрмін. Бірақ оны дамыту үшін, оны біздің елге алып келу үшін ағылшынша сөйлейтін менде бір топ студентім, бір топ шәкіртім болу керек. Ол енді орысшаға әлі аударылмаған. Орысшаға енді тек азбукасы, әліппесі аударылған ғой. Бірақ шақырған екен Марк Солмстың өзін шақыру керек. Марк Солмстың семинарына бару керек. Мен кейде барам деп ұмтылам, кейде жақында жазылып та қойған едім, бірақ карантин болып қалды ғой. Ол Марк Солмс онша әлі кәрі адам емес, ол тірі кезінде, осы жастау кезінде оны шақырып алу керек еді. Ол өте қызық нәрсе. Бірақ енді осы біздің тікелей эфирді тыңдағандар ағылшын білетін біраз психологтар жиналу керек қой. Оны шақыру керек, оны шақыру төлеу керек, тамағын төлеу керек, ол қызық нәрсе. Жақсы, Анна ханым, енді оқырмандарымызда өте белсенді болып отыр, сұрақтар қаптап жатыр. Оқырмандар ренжімеңіздер, егер бір сұрақтарыңызды көрмей қалып жатырсам, өткіз жіберіп жатырсам, бірақ біз уақытқа бағынуымыз керек, уақытымыз шектеулі. Өкпесін тарату үшін мен ертең сағат 21 Алматының уақытымен ертең сағат 21:00-де тағы да тікелей эфирге шығамын. Сондықтан мүмкін бүгін өткізілген сұрақтарды ертең қайталайсыздар. Ал одан кейін бізде менің жеке парақшам бар, одан кейін психоанализ в Казахстане деген парақшамыз бар. Сіз сол сұрақтарыңыз соған жазыңыздар. Менің көмекшілерім, менің шәкірттерім міндетті түрде сізге жауап береді. Болмаса ютубтегі менің бір видеоларыма жазсаңыздар, біз сол жерден де жауап беріп жатырмыз. Анна ханым, сізге енді осы алтын уақытыңызды бөліп, тікелей эфирге келгеніңізге алғысымды айтамын. Менің өзімде сізбен жеке WhatsApp-пен сөйлескен кездерде жақсы бір ой келіп, ой туындап отыр. Сізге енді супервизияға жазылып, психоанализге кішкене бет бұрып дегендей, өзімде де сондай ой бар. Рахмет сізге, біздің қазақ еліне, қазақ халқына береріңіз әлі мол болсын. Сізге зор денсаулық, қажымас қайрат, жұмысыңызда табыс тілеймін сізге. Көп рахмет сізге. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Танысқаныма өте қуаныштымын. Кездесеміз онда, тағы да кездесеміз.